Сәлем достар, бүгін біз тұрақты тоқ генераторын жасайтын боламыз. Өткен видеода электр энергиясын механикалық энергияға электр қозғалтқыш арқылы түрлендірілетінін білдік. Ал енді керісінше механикалық энергиядан электр энергиясын алып көрейік. Бүгін біз осы мотордан электр энергиясын алатын боламыз. Ол үшін маған редуктор қажет. Редуктор бізге моторды үлкен жылдамдықпен айналдыру үшін керек. Ал бұл моторды редукторға қоятын қысқыш. Бұл электрод. Алда онымен не істейтінімізді көресіздер. Ал бұл LED шамы. Жаңағы біздің электр энергиямызды осы шамға қосамыз. Бұл редуктордың валына қосылатын наконечник. Осы наконечникті сверломен тесіп, арасына электродты орнатамыз. Міне, мен наконечникті диаметрі 3 мм сверломен тестім. Себебі мен электродымның диаметрі 3 мм. Мен осылай оны ыстық кілеге отырғыздым. Келсем, ол әдемі шықпады, бірақ ең бастысы қатты болса болды. Айтпақшы, осы видеода паяльниктің көмегі қажет. Себебі паяльниксіз жұмыс жасау қиындық тудырады. Егер сіз паяльникпен жұмыс істеп үйренгіңіз келсе, онда оны комментарияға жазыңыз. Сонда мен міндетті түрде оған арнайы видео шығарамын. Біздің моторчик пен шамның арасындағы сымдар жалғанды. Енді конструкцияны құрау ғана қалды. Конструкция құрылды. Енді барлығы күткен ең қызығы келді. Міне, қарап тұрсақ, біз айланып жатқанда мотордан шыққан электр энергиясы осы шамға бара жатыр. Ал егер оны керісінше айналдырса, шам жанбайды. Себебі мотордан шыққан электр энергия полюстерімен ауысты. Маған генератор қатты ұнағандықтан мен оның кернеуін тапқым келді. Экранға назар аударсақ, генератор 2-ден 2,5 вольт кернеуі береді екен. Мен оны тұрақты айналдырып жатқан жоқтықтан, оның кернеуі әртүрлі көрсетіп тұр. Сізге мен видеом ұнаса, лайк пен комментария жазыңыз және арнама тіркеліңіздер. Сау болыңыздар!